Ал Тажик Ауған шекарасының ардагерлері, мен Ерлан Нұрғалиев, осы Алматы қаласы бойынша Тажик Ауған шекарасының қоғамының төрағасымын. Біздің алдымызда Қуат деген тіл майданның, Қазақстанның мен деген патриоттардың бірі. Сол себептен бұл Қуатты мен біздің қоғамның мүшесіне кірсін, бір жұмыс істеп жүрек, жастарды патриоттық сезімге оятып, Қазақстанның ертең болашақта үлкен кісілерді сыйласын деп, сол бір жұмыспен айналысып жүргесін, біздің қоғамның мүшесі болсын деп. Сондықтан бұл енді Тажик Ауған шекарасында болған бачалардың бұл кісі біздің қоғамның мүшесі болып саналады. Член ветеранов дейді ғой, боевых действий орысша айтқанда. Сондықтан рұқсат берсеңіздер, мен бұл кісіге өзіміздің Тажик Ауған шекарасының қоғамынан мүшесі деп куәлік берем. Бұл не себепті біздің атымызды да ертең біз жасөспіріммен жұмыс жасағасын біздің атымызды представлять ете алады. Потому что бұл кісі қоғамның біздің мүшесі, оны дұрыс түсіну керек. Қай жерде не болса да жастармен бәріміз бір жұмыс істейміз, ертең қай жерде болса да бұл Қуатты мырзаны шақырып тұрамыз, бір жұмыс жасап, акиматқа да келіп, жастарды военкоматта да әр жерде жұмысымыз, ісіміз бәріміз бір болады деп ойлаймын. Рахмет. Ағаларыңызға алғыс айтамын, бәріңізге де рахмет. Алла разы болсын, өйткені негізі мынау қазақ ұлтына, мемлекетіне жұмыс істеп жатқан, мен алдында да айтып жүрдім, артымнан неше түрлі әңгіме де болды. Нағыз осы қазақ елінің батырлары, осы Тажик Ауған ардагерлері деп айтқаным. Біз қол жинап, бүкіл әлеуметтік жүйелі Мұхтар Тайжан, Мұрат Мұхамеджанов ағамызды қолдап, қолымыздан келгенше сырттай көмектесіп жүрдік. Сондықтан ағаларымызға рахмет. Қазақстан Республикасында қызмет етемін.